Oy kızım ay. Maskara болдық ау, kızım ay. Ассалаумағалейкум. Көрші қалай? Қалайсыз көке? Ой, тыныштық па, не қылып отырсың? Тыныштық. Қызымды ұзатайын деп отқан жоқпын ба? О, ақымақ, қыз ұзатса адам қуанбай ма қайта? Жыламай. Жылаған несі? Ой, үш нәрсеге асық дейді, атан қазақ. Соның біреуі, қызың бой жетсе тез ұзатуға асық дейді. Қайта қуанбайсың ба? Бақыт тілеп қайта қуанып жүрмейсің ба? Қуанып отырып қой, бірақ қызымның бір айыбы болып тұр ғой. Ha? Иә. Қыз емес па? Қойыңшы қайдан айтпай. Қызым тамақ істей алмайды. Құдайдың жұмыртқасын қуырамай отыр ғой. Нешеде қызың? 20-да. Жетісіп қапсың. Сонда қатының екеуің не бітірді соны? Bir жұмыртқаны қуырды үйрете алмасаң. Санын жалтырап жүрді үйреттің. Шашын жалбырап жүрді үйретесің. Төсі жарқырап жүрді үйреттің. Ана ерінен ісіруді үйреттің бәрін. Электронный темекі шегуді үйреттің. Сонда бір тамақ істеуді үйрете алмасаң, қандай әке шешесің сен? Ақымақ, ендіге жылап отыр ғой. Кімге барады қызың? Көрші ауылдағы қойшыбайға, байдың үйіне. Қай қойшыбай, таз қойшыбай ма, тазбас? Иә, ертең анау қойшы байдың үйіне барып жатса, тамақ істей алмай отса, қай иттің асыраған баласы демей ма? Кім айтты оны бай деп саған? Аты айтып тұр ғой, қойшы бай деп тұр ғой, бай ғой. О, сорлы, айтады екенсің сен де. Оның тышқақ лағы да жоқ бейшараның. Қайта қуана бер. Ол үйде тамақ істейтін продукты да жоқ дейді. Сіңірі шиқылдап бейшара, көңіл әрең көріп отыр. Иттен сүйек қарыз қазір. Ұртына жатса мұртына жетпейді, мұртына тартса ұртына жетпейді, бейшара. Бәрі кеп қарызын сұрап, үйін жағалап, үйін ұрып жүр, бейшара, үйінен шығамайды қазір. Продукты да жоқ. Қызыма. Ауна. Ешақ қысап аунасай, ауна ешақ қысап. Адам болмайсың да сен. 20 жыл бойы сені тамақ істеуді үйретемін.